Қазақ тілі 2 сынып 118 сабақ. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сын есім тақырыбын өтеміз. 59 жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Ертіс үлкен өзен. Оның бойына сәулетті қалалар салынған. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Мәтінді көшіріп жазып, тапсырмаларды орындаймыз. Мәтіндегі сын есімдерді тап. Мәтіндегі сын есімдер үлкен, сәулетті, құнарлы. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Үлкен сөзі өзен сөзімен байланысып тұр. Сәулетті сөзі қалалар сөзімен байланысып тұр. Құнарлы сөзі топырағы сөзімен байланысып тұр. Сонда сын есімдер зат есімдермен байланысып тұр. 60 жаттығу. Сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім тауып айт. Тақтай, дала, көл. Үлгі: жалпақ тақтай, қалың тақтай, тегіс тақтай, ұзын тақтай, ауыр тақтай. Дала сөзіне байланысты кең дала, жазық дала, шексіз дала, жасыл дала, құрғақ дала. Көл сөзіне байланысты терең көл, үлкен көл, тұщы көл, мөлдір көл, тынық көл. 61 жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Түрі шар сияқты, түсі қып-қызыл, дәмі бал сияқты. Жұмбақтың шешуі шие. Сын есімді тап. Жұмбақтағы сын есім қып-қызыл. 62 жаттығу. Шиені сипаттап, мәтін құрастырып жаз. Шиені сипаттап, мәтін құрастырып жазамыз. Шие өте дәмді және пайдалы жеміс. Оның дәмі тәтті әрі сәл қышқыл болады. Түрі домалақ, кішкентай келеді. Түсі қып-қызыл, кейде қою қызыл болып піседі. Шие дәрумендерге бай, адам денсаулығына пайдалы. Әсіресе қан айналымын жақсартады. 63 жаттығу. Мақалдарды жатқа жаз. Мағынасын түсіндір. 1. Мәуелі ағашқа тас атпа. Мағынасы: жеміс беріп тұрған, пайдасы тиіп тұрған нәрсеге зиян келтірмеу керек. Жақсылық жасап тұрған адамды ренжітпе дегенді білдіреді. 2. Берекелі елден мереке кетпес. Мағынасы: ынтымағы бар, тату-тәтті өмір сүретін елде әрдайым қуаныш, жақсылық болады дегенді білдіреді. Сын есімдердің астын сыз. Сын есімдердің астын сыз. Мақалдардағы сын есім мәуелі және берекелі. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше.